Апаттардан кейін аман қалу мүмкіндігі аз, бірақ өмірде жолы болған адамдар ондай апаттардан аман шығады, найзағайдан аман қалады. Тіпті өмір бойы жолы болған адамдар да бар. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өмірде жолы болған адамдар жайлы айтамын. Орегон штатының жолында кетіп бара жатқан жігіт кенеттен жүк көлігіне барып соққан. Жігіт қиындықтың бәрі артта дей бергенде екінші жүк көлігі келіп екінші жағынан соғып көлікті қысып тастаған. Бұл апаттың себебі мұзды жол. Бірақ елестету қиын. Осындай апатқа қарамастан жігіт аз ғана жарақатпен көліктен аман шыққан. 2014 жылдың мамыр айында ұшқыш ұшағын басқара алмай бір үйге қадалған. Қуанышқа орай бұл үйде ешкім болмаған. Ұшқыш бұл апаттан ешқандай да жарақатсыз аман шыққан, бірақ ұшақтың мынандай түріне қарап аман шығу мүмкін деп айта алмайсың. Бразилия жолындағы апат кезінде көлік жүргізушісі көлігін басқара алмай басқа көлікке соқтығысқан. Соққан көлігі артында келе жатқан бала мен 56 жасар әжесін тапап кеткен. Бірақ мұндай апаттан екеуі де зардап шекпеген, еш жерде сынбаған, тек аздап қорыққан. Жылына 20 мың адам найзағайдан көз жұмады. Калифорниялық жұптар найзағайдың соққысынан аман қалған. Бұның бәрі қолдарына ұстап тұрғанның арқасында. Жас жұптар жаңбыр құйып тұрғанда көшеде серуендеп жүрген кезде үстеріне найзағай түскен. Содан кейін олар дәрігерге барған. Дәрігердің айтуы бойынша найзағай денелері арқылы қолдарына барып жерге түскен. Америкалық әйел бір күнде 2 лотерея ұтып алған. Ол 2 билет сатып алған, содан кейін өзінің схемасы бойынша толтырған. 2012 жылдың сәуір айында 2 рет жолы болып сандары 1-2 билет арқылы лотерея ұтып алған. Әр билеттен $1 миллион келген. Голландық велоспортшы Мартин де Йонг та жолы болған деуге болады. Ол өзіне малайзиялық авиалиниядан 2 билет алған. Кейін екеуінен де бастатқан. Содан бір малайзиялық ұшақ Үнді мұхитында жоғалып кеткен. Ал біреуі Донецк қаласында апатқа ұшыраған. Сөйтіп Мартин де Йонг 2 апаттан қашалған. Нигериялық Харрисон Окен 3 күн бойы батып кеткен кеменің ішінде өмір сүрген. Харрисон кеме апатқа ұшырап жатқанда кемеден уақытында қашып үлгермеген. Кеме батқан кезде көлік бөлігіне барып үлгерген. 3 күн бойы іздеген сүңгуірлер ақыр кемені тапқан. Сөйтіп ішінде аман қалған Харрисонды көрген. Харрисон 12 экипаждың ішінде жалғыз аман қалған екен. 1971 жылы Джулиана Кёпке мінген ұшақ джунгли Амазонкасында апатқа ұшыраған. 17 жасар Кёпке апаттан аман қалған. Апаттан кейін оған құтқарушылар келмейінше 10 күн бойы джунглиде жабайы аңдардың арасында өмір сүру керек болған. Кёпке апаттан жалғыз өзі аман қалған екен. Ол туралы ғажайыптар әлі болады деген кинода түсірілген. Хорватиялық мұғалім Франко Силат бірнеше апаттардан аман қалған. Ең алғаш рельстен шығып кетіп, көпірден құлаған пойыз апатынан аман қалған. Кейін ұшақтан құлап, Стоксенаға түсіп аман қалған. Сол кезде ұшақтағы жолаушылардың бәрі көз жұмған. Тағы да басқа бірнеше көлік апаттарынан аман қалған. Соңында $1 миллион лотереясын жеңіп алған. Техастық тұрғын Джоан Гинтер 4 рет лотерея жеңіп алған. Ең бірінші $5 миллион $400 мың ұтып алған. 10 жылдан кейін $2 миллион ұтып алған. 2 жыл өткен соң $3 миллион ұтып алған. Соңында 2008 жылы Джоан Гинтер $10 миллион джекпотын ұтып алған. Гинтер өзінің сырт келбетін көрсеткісі келмеген, сондықтан суреттегі ең бірінші жеңісті сыйлаған Луиза Роуз. Ал сіздердің жолыңыз болған кездеріңіз болды ма? Комментарийға қалдырып кетіңіздер. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury Кликбас каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.